Ассалаумағалейкум құрметті ағайын. Біз бір видео көріп қатты шошыдық. Орыстың әскерлері украиндық солдатты тұтқынға алып, пышақпен мүшесін толығымен кесіп тастапты. Сұмдық, масқара. Орыстар ақыры адам емес екенін дәлелдеді. Біз толық видеоны этикалық себептермен қоя алмаймыз, бірақ кішігірім бөлігін көріңіз. Орыс басқыншылары украиндық тұтқынды келеке етіп, оның жыныс мүшелерін пышақпен кесіп тастаған. Тұтқындар азаптау сәті түсірілген видеоны ғаламторда жариялады және ол бірнеше Telegram арналарында пайда болды. Бейнежазбаның толық емес нұсқасында тұтқынды бірнеше адам ұстағанға ұқсайды. Оның қасында қолында кеңсе пышағын ұстаған басқыншы. Тұтқын артқа еңкейеді, бірақ оны басынан тепті. Видеоның соңғы секундтарында жазалаушы ер адамның іш киімін пышақпен кесіп тастайды. Алайда ол малдарды халық тауып алып үлгерді. Оның аты Арашанов Виталий Валерьевич, және ол Қалмақ республикасында тұрады екен. Осындай азаптауды болдырмау үшін біздің билік ақыры армияны дайындай бастапты. Соғысқа украиндықтар да енді белсендірек кірісе бастапты. Украина оңтүстікте оккупацияланған жерлерін қайтара ала ма? Украина оңтүстіктегі жерлерін қайтарып алу үшін қарымта шабуылға шығуға қаншалықты дайын? Батыс елдерінің қолдауы азайып кетпей ме? Ресей әскері шынымен әлсіреді ме? Украина әскері ақш берген ракета жүйелерімен елдің оңтүстігінде оккупацияланған аймақтардағы Ресейдің әскери шебін атқылап жатыр. Осыған дейін Киев тарабы Украинаның оңтүстігінде Ресей басып алған жерлерін қайтару үшін қарымта шабуылға шығатынын айтқан. ақш-тың Украинаға берген HIMARS ракета ату жүйесі дәлдігі мен жылдамдығы жағынан Ресейдің ракета ататын құрылғыларымен салыстырғанда тиімді болып, Украина әскеріне көп көмегі тиіп жатыр. Украиналықтар бұл қаруымен Херсон облысы Днепр өзеніндегі Антонов көпірін және оккупацияланған аймақтардағы Ресейдің қару-жарақ қоймаларын бүлдірді. Ресей Херсон облысындағы Антонов көпірін қару-жарақ тасымалдауға, әскерін жабдықтауға пайдаланып келген еді. Украина ақш пен Еуропа елдері берген қарулар мен оңтүстігінде Ресей басып алған жерлерді қайтара ала ма? Украина әскерилері қарымта шабуылға қаншалықты дайын? Украина билігі қыркүйектің соңына дейін елдің оңтүстігіндегі оккупацияланған аймақтарды қайтарып алу жоспары барын айтты. Украина күштері кейінгі күндері Херсон маңындағы шабуылын үдетіп, кейбір аймақтарды қайтарып алғанын көріп отырмыз. Киев шынымен Украинаның оңтүстігіндегі жерлерін толық қайтара ала ма? Бұл Украинаның оңтүстігі деп қай жерлерді атағанымызға байланысты болма. Егер Херсон мен соның маңындағы облыстарды айтсақ, онда Украина қыркүйектің соңына дейін бұл жерлерді қайтарып алуы мүмкін. Ал Қырым мен Украинаның оңтүстігіндегі басқа аймақтарды қоса қайтарып аламыз десе, онда Украина қазіргі әскери қарулармен және материалдық қорлармен бұл мақсатқа жете алмайды деп ойлаймын. Украина ақш берген HIMARS қаруымен Ресейдің әскери шебіне жабуыл жасап жатыр. Бұл Украинаның Херсон облысын қайтарып алуға жасаған алғашқы қадамы ма? Меніңше, теориялық тұрғыдан бұл сұраққа иә деп жауап беруге болады. Бірақ Украина Донбастағы басқа да шайқастарда бұл қаруды әртүрлі мақсатта қолданды. Мысалы, Украина Донбаста HIMARS жүйесін Ресейдің басқыншылығын тоқтатуға, шабуылын тойтаруға, материалдық техникалық жабдықтар мен командалық базаларын жоюға пайдаланды. Демек Донбаста Украина аққан қанды тоқтатуға тырысты. Ал HIMARS негізінен қарымта шабуылға шығуға дайындыққа арналған. Украина қазір бұл қаруды сол мақсатта қолдана бастаған сияқты. Ал қарымта шабуылға дайындықтың мәселесі ақш пен НАТО-ның жоспар құрушыларында ойландырып отыр. Олар Украинада қарымта шабуылға шығатын әрі Ресейдің шебін бұзатындай солдат, техника, қару жететініне сенімсіздеу. Оның орнына біз баяу жүретін шабуылды көруіміз мүмкін. Мұндайды Ресей Донбасқа алғаш кіргенде қолданғанын көрдік. Діттеген жерге 1-2 шақырым қалғанда ғана көп адам шығынына әкеп соғатын кескілескен шайқас болуы мүмкін. Батыс офицерлері, соның ішінде Ұлыбритания барлау қызметінің басшысы Ричард Мур Ресей адам күші мен материалдардың жетіспеуінен әлсіреуі мүмкін деді. Бұл пікірмен келісесіз бе? Қазір Ресей әскерінің күші қаншалықты мықты? Ресей әскері қазір коллапстың алдында тұр деп айта алмаймын. Егер олардың күші таусылса, демек Украинада әлсіреді деуге болады. Бокстың тілімен айтсақ, қазір біз 15 раундтық жекпе-жектің 12-13 раундындамыз. Екі тарап басында білек сыбана кіріскен еді, қазір екі жақ ентігіп қалды.
Сондықтан екеуі де қыс түспей жағдайды өзгертетін соңғы соққыны жасап қалуға тырысып жатыр. Осыдан кейін стратегиялық есептер шынымен өзгере бастайды. Украина тарабы асығыс қимылдап жатыр. Олар күн суытқан соң стратегиялық есеп Ресейдің пайдасында болатынын түсінеді. Себебі қыс түсе Еуропаға газ жеткізу баяулайды. Сіз Украина үшін келе жатқан қыс мезгілі маңызды уақыт дедіңіз. Тағы бір маңызды ескерер уақыт күз мезгілі сияқты. Себебі күзде Ресей Украинаның оңтүстігін аннексиялап алуды жоспарлайды. Уақыттың тығыздығы Киев пен оның батыстағы серіктестерінің стратегиялық жоспарына қалай әсер етеді? Ресейдің Украинаның тағы бір бөлігін аннексиялауға талпынудың мәні жоқ деп ойлаймын. Себебі мұны халықаралық қауымдастық мойындамайды. Ресей бұл біздің территория деп айтып, шабуылға ұшырамаудың амалын іздеуі мүмкін, бірақ бұл басты қауіп деп санамаймын. Ал қыста Ресей расымен Еуропаға газ беруді тоқтатып тастауы әбден мүмкін. Газды саяси қару ретінде қолданғанын көргенбіз, қазір соны тағы көреміз деп ойлаймын. Украина суып түскен соң батыстағы серіктестерінің қолдауы азайып кетеме деп қатты алаңдайды. Себебі қыс келгенде еуропалықтар тарапынан Украина үшін неге көп нәрсені құрбандыққа шалып жатырмыз деген сауал туындауы мүмкін. Ақпаннан бері Еуропа одағы тарапынан көп қолдауды көріп отырмыз, және бұл қолдау кенеттен тоқтап қалмайды. Бірақ одақтың бұл импульсы азайып, энергиясы жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан украиналықтар әскери стратегиясының саяси аспектілерін жақсы түсініп отыр. Дәл осы саяси аспект Украинаны елдің оңтүстігінде агрессиялы қарымта шабуылға итермелеп отыр. Бір жағынан НАТО қазіргі уақыттағы маңызды әскери факторды зерттеп, Киевте ірі шабуылға шығатын әскери күш пен техника жоқ екенін көріп отыр. Ал Украина ірі шабуылға шықса тағы да екі тарап көп адам шығынына ұшырайды. Бұл Еуропадағы масштабы жағынан екінші қақтығыс. Меніңше, Украинаға солтүстік, шығыс және оңтүстіктегі барлық позицияны ұстап тұру және қарымта шабуылға шығу қиынға соғады. Сондықтан НАТО тарапынан 2023 жылдың көктеміне дейін күте тұру туралы өтініш түсуі мүмкін. Бұл уақытқа дейін Украина шынымен жеткілікті күш жинап ала алады. Бірақ 2023 жылға таман Ресейде шабуылдау не қорғану күшін қалпына келтіріп алуы мүмкін. Ал Украина бұл уақытта батыстан қолдау әлсіреп кетеді деп қауіптенеді. Сондықтан олар ертерек іске кірісу керек деп санайды. Үлкен құпия ашылды. Қазақстан Ресеймен соғысуға дайындалуда. Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін, Орталық Азиядағы Ресеймен шекаралас жалғыз мемлекет Қазақстан солтүстіктегі көршісімен қарым-қатынасын қайта қарауға бел буып, ақш, Түркия және Қытайдан одақтас іздей бастады. Бұл туралы қазіргі және бұрынғы қазақстандық шенеуніктердің, саясаткерлер мен сарапшылардың сөздеріне сілтеме жасап The Wall Street Journal хабарлайды. The Wall Street Journal өз материалында көп жылдар бойы Қазақстанда Ресей мен Қытай арасында айтылмаған еңбек бөлінісі болды. Мәскеу қауіпсіздікті бақылап отырды, ал Пекин экономикалық дамумен айналысты. Украинадағы соғыстың басталуымен жағдай өзгере бастады. Сәуір айының соңында Қытайдың ұлттық қорғаныс министрі Вэй Фэнхэ Қазақстанға келіп, президент Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесті. Кездесуде олар әскери ынтымақтастықты нығайтуға келісті. Қазақстан НАТОға мүше Түркиямен де тығыз байланыс орнатуға ұмтылуда. Мамыр айының басында Тоқаев Анкараға ұшып кетті. Онда екі ел өкілдері Қазақстанда әскери ұшқышсыз ұшақтарды бірлесіп шығару туралы келісімге қол қойды. Сәуір айынан бері Қазақстанға ақш-тан бірнеше шенеунік келді. Мәселен, маусым айында елге ақш орталық қолбасшылығының жаңа басшысы, армия генералы Майкл Эрик Курилла келді. Сәуір айында Қазақстан қорғаныс бюджетін 441 миллиард теңгеге, шамамен $915 миллион арттырды. Аты жөнін атамаған жоғары лауазымды шенеунік The Wall Street Journal-ке қаражаттың бір бөлігі елдің әскери резервтерін арттыруға жұмсалатынын айтты. Басылым сұхбатшысының пікірінше, Қазақстан Украинаның қиян-кескі қарсылығынан сабақ алды және армияны гибридті соғысқа дайын болатындай реформалауы керек. Оның барысында олар соғыс қимылдарынан бөлек кибершабуылдарға, жалған ақпарат таратуға және ақпарат таратуға барады. Сайлауға араласу. Wall Street Journal газеті батыста кейбіреулер Ресей армиясын жауласуға айналды деп ойласа, Орталық Азия елдерінің біріндегі жоғары лауазымды шенеунік Ресейдің амбицияларынан қорқу тек күшейіп келе жатқанын айтады. Олар соғысқан кезде бұл бір нәрсе. Қалғандары шығыс Еуропа мен Украинаны басып, уақытын өткізеді. Елестетіп көріңізші, оларда бұл үшін Украина жоқ па? Келесі біз боламыз ба? Еске салайық, Ресеймен көршілес жатқан Орталық Азияның басқа елдері сияқты Қазақстан да Ресейдің Украинаға басып кіруінен кейін соғысқа қатысты бейтараптық танытты. The Wall Street Journal мәліметінше, елде нәзік тепе-теңдік сақталған.
Қазақстан Украинадағы соғысқа қарсы демонстрацияларға тыйым салды. Сонымен қатар ресейлік басқыншылық нышандарының бірі символын көпшілік алдында көрсетуге тыйым салды. 17 маусымда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Санкт-Петербург экономикалық форумында Ресей президенті Владимир Путиннің қатысуымен сөйлеген сөзінде өзін-өзі жариялаған тықыр және лықыр квази-мемлекеттік аумақтар деп атап, Қазақстан оларды мойындамайтынын мәлімдеді. Бұған қоса, Қазақстан батыстың кейбір санкцияларын қолдауға дайындалып жатқан еді. Шілде айының басында Қазақстанның қаржы министрлігі Ресей мен Беларусь елдеріне санкциялық тізімге енген тауарларды жеткізуге тыйым салатын бұйрық жобасын жария талқылау үшін жариялады. 6 шілдеде Ресей Федерациясы президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков бұған түсініктеме бере отырып, әзірге ешқандай шешімнің жоқтығын және біздің үкіметтер үнемі байланыста екенін айтты. Осыдан кейін құжаттың қабылданғаны туралы хабарланбады.